Қазіргі таңда үлкен өкінішке орай қазақты ислам дінінен алыстатқысы келіп жүргендердің қарасы өте көбейді. Одан қалса, қазақтың өзінің мәдениеті, қазақтың өзінің болмысы бар екенін біле тұрса да, жат жердің идеологиясын алып келіп, қазақтың болмысына бітіргісі келіп жүргендерді көбейіп бара жатыр. Бұл дүние бізге жат десек те жоқ, ол жат емес, себебі арабтар осы дүниені ұстанады деген әңгіме айтады. Жалпы айтқанда, ағайын, бұл екеуінің де мақсаты не екенін білмеймін, бірақ ішкі түйсіктері солай дей ма, әлде бір сыртқы күштердің ықпалы бар ма бұл жерде деген сұраққа негізі жауап іздеп көргеніміз абзал болар. Менің айтайын дегенім, қазақ ешқашанда дәстүрлі ислам дінінен жырақта болмаған. Оның нақты бір дәлелі қазақтың қонақжайлығы. Біздің қонақжай халық екенімізді бүкіл әлем мойындаған. Оны барлығы біледі. Біз келген қонақты құдайы қонақ деп сыйлаймыз. Ал ислам дінінде мынандай бір хадис бар, білмеген адамдарға айта кетейін, я. Алланың атымен келген қонақты 3 күнге дейін күтіп, баптап, қонақ қылу керексіңдер. Бұның барлығы сауап делінген болатын. Жалпы ағайын, енді бұл әңгіменің рас өтірігін білмеймін, бірақ өз заманда Құнанбайдың үйіне келген ақсақалды Құнанбай 3 күн бойы қонақ қылып күтіп, ешқандай сұрақ қоймай, тек 4-ші күні ғана сұраған дейді, ақсақал не бұйымдай, не шаруамен келіп едіңіз деп. Сондықтан ағайын ойланайық.